Сәлеметсіңдер ме? Бүгінгі тақырыбымыз қарапайым жартылай өткізгіштер, нанокристалды жартылай өткізгіштер. Жартылай өткізгіштерді біз қарапайым немесе күрделі деп айтамыз. Қарапайым жартылай өткізгіштердің құрамы бір химиялық элементтен тұрады. Ол мысалы бор, көміртегі, германий, кремний, селен сияқты жартылай өткізгіштер. Күрделі жартылай өткізгіштердің құрамы бірнеше химиялық элементтерден тұрады. Жартылай өткізгіштерде қарапайым жартылай өткізгіштерде қазіргі таңда германий, кремний, селен сияқты түрлері кеңінен тараған, ал қалған түрлері бізде жеке қолданылмайды, олар қоспаларда күрделі жартылай өткізгіштердің құрамында қолданылады. Күрделі жартылай өткізгіш материалдарға келетін болсақ, оларды біз жаңа айтқандай бірнеше химиялық элементтерден тұрады дедік. Егер олар екі химиялық элементтен тұратын болса, оны қосарлы деп айтамыз. Қосарлы жартылай өткізгіштерді белгілеген кезде олардың атауларын әріппен көрсетіп, және олардың валенттіктерін санмен көрсетіп отырған. Дегенмен белгіленуді қарапайымдату үшін әріппен көрсетілген тұсы алынып тасталып, тек қана валенттіліктері көрсетулі болды. Қарапайым күрделі жартылай өткізгіштердің атаулары құрамында металдық қасиеті азырақ болатын химиялық элементтің атауымен аталды. Енді алдарыңызда тұрған топтарға келетін болсақ, мысалы 3-5 деген топта біз бұның құрамында екі химиялық элемент бар екенін, және олардың бірі 3 валентті, бірі 5 валентті екенін нақты айта аламыз. Бұған мысалы арсенит, фосфит, галлий және индий нитратын жатқызуға болады. Осылайша біз жартылай өткізгіштерді топтастыру арқылы олардың құрамын атауларынан біліп отырамыз. Қорытпа туралы айтатын болсақ, жартылай өткізгіштерді, қарапайым жартылай өткізгіштерді қолдану кезінде біз олардың электрлік қасиеттерін басқару мүмкіндігінен айырыламыз. Себебі олардың құрамында электрондар және кемтіктердің концентрациясы өзара тең болуы мүмкін, және олардың өткізгіштік қасиеттері тек қана температураның артуымен жүру мүмкін. Ал егер біз қоспаларды қолданатын болсақ, онда олар немесе N типті немесе P типті жартылай өткізгішке түрленеді. Бұл жағдайда біз олардың электрлік қасиетін, яғни өткізгіштігін басқарамыз және реттей аламыз. Сондықтан жартылай өткізгіштерді қоспа түрінде қолдану тиімдірек. Негізінен қоспаларды алған кезде біз таза кристалды жартылай өткізгішке донорлық немесе акцепторлы қоспаларды қосу арқылы оның қасиетін өзгертеміз. Оны қосу үшін біз имплантталған иондарды таза кристалл торына соғу арқылы олардың негізгі құрылымын кристалл торының өзгеруіне әкелеміз. Ол міне алдарыңызда тұр. Жартылай өткізгіштерді алу әдісі. Жартылай өткізгіштерді алу әдісінің екі түрі бар. Бірінші әдісі чохрайский әдісі. Алдарыңызда тұрған бұл әдісте біз ең бірінші легерленген поликристалды кремний балқымасын аламыз. Сол поликристалды кремнийді монокристалға ауыстырамыз. Яғни біз бірінші оны балқытамыз, және оған таяқша типтес таяқшаның ұшында монокристалдың бастамасы бар таяқшаны енгіземіз, және осы таяқшаны температураны арттыру арқылы осы таяқшаның бойына монокристалды өсіру процесін жүргіземіз. Және бұл монокристалл таяқшаның бойында біркелкі өсу үшін таяқшаны өзінің осімен айландырып отырамыз, және жоғары қарай біртіндеп созып отырамыз. Осылайша біз поликристалды кремнийден монокристалды кремнийді аламыз. Негізінен электроникада монокристалды кремнийді қолдану поликристалды кремнийді қолданғаннан әлдеқайда тиімді, себебі монокристалды кремнийдің құрамындағы бос электрондардың қозғалу процесі поликристалға қарағанда сапалы болып табылады екен. Келесі әдіс аймақтық балқу әдісі. Аймақтық балқыту үлгіні жылжымалы индукциялық катушкамен балқу аймағын біртіндеп алға жылжыта отырып, кішкене аймақты балқыту арқылы тазартады. Бұл әдістің негізгі мақсаты жартылай өткізгіштердің құрамындағы қоспалардан тазартып, жартылай өткізгішті таза күйінде алып шығу. Аймақтық балқу немесе зонаның қайта кристалдандыруы әдісі
қоспаның қатты және балқымадағы ерігіштігінің айырмашылығына негізделген. Қатты дененің үлгісі, мысалы, металдан тазартылатын таяқша, тар қыздыру аймағы арқылы баяу қозғалады. Сол кезде қыздыру аймағында орналасқан үлгінің жекелеген бөліктері біртіндеп балқып кетеді. Үлгідегі қоспалар сұйық фазада жиналып, онымен бірге үлгінің бойымен қозғалып, ал балқу соңында үлгінің соңына жинақталады. Осылайша бірнеше рет қайталанған кезде қоспалардың барлығы үлгінің соңына жинақталып, ол ең соңында кесіліп алынып тастайды. Әдетте аймақтың балқуы бірнеше рет қайталанады. Көбіне уақыт үнемдеу үшін үлгі бірнеше қызған аймақ арқылы қозғалады. Бұл бізде тазалау уақытын бірнеше есе қысқартуға мүмкіндік береді. Аймақтың балқуының артықшылығы. Аймақтың балқуының артықшылығына аспап жасаудың қарапайымдылығы, процестің салыстырмалы төмен температурасы және тазартудың жоғары тиімділігін жатқыза аламыз. Мысалы, Германия қоспасы оның -8 дәрежесі пайыз қоспаның құрамына дейін тазартылады. Жыл сайын ең сұранысқа ие заттардың аймақтары балқыту әдісімен тазартылу саны артып келеді. Биорганикалық және органикалық өнімдерді бірдей жетістікпен тазартуға болады. Келесі магнитті жартылай өткізгіштер. Кейбір жартылай өткізгіш материалдар жаңа қолданбалы құрылғылар жасауға мүмкіндік беретін ферромагниттік қасиеттерге ие. Бұл ферромагниттердің де жартылай өткізгіштердің де қасиеттерін көрсететін материалдар. Магнит өрісін өзгерту арқылы біз материалдың өткізгіштігін өзгерте аламыз. Марганец қоспасы бар индия арсениді және галлий арсениді, индия антимониді бөлме температурасында да ферромагниттік қасиет көрсетеді. Нанокристалды жартылай өткізгіштер. Нанотехнология термині құрылымдық элементтердің мөлшерін білдіреді. Ғылыми қызығушылық ең алдымен белгілі бір физикалық құбылыстың сипаттамалық корреляциялық шкаласына сәйкес келетін немесе одан кіші болатын нанобөлшектер мен нанокристаллиттердің қасиеттеріне әртүрлі көлемдегі әсерлерді күтуге байланысты. Нанобөлшектер мен наноқабаттар заманауи микроэлектрондық құрылғыларды шығаруда кеңінен қолданылады. Мұндай наноқұрылымдарда өлшемді кванттау эффектісін пайдалану жылдамдығы мен ақпараттық сыйымдылығы жоғарылаған электрондық құрылғылар жасауға мүмкіндік береді. Бұл типтегі ең қарапайым электронды құрылғы, мысалы, қалыңдығы 1,5-нан 2,5 нанометр болатын алюминий арсенидінің екі қабат арасында орналасқан қалыңдығы 4-6 нанометр болатын галлий арсенидінің қабатынан тұратын екі қабатты диод. Осылайша біз нанокристалды жартылай өткізгіштердің негізгі сипаттамасы бұнда қолданылатын жартылай өткізгіштердің құрылғыларының мөлшерінде екенін байқаймыз. Олардың қалыңдықтары, олардың мөлшерлері нанотехнологиялық және нанометр, бірнеше нанометрді ғана құрау тиіс екендігін қарастырамыз. Енді физикалық қасиеттері мен қолдануына келетін болсақ, жартылай өткізгіштер әртүрлі салада қолданылады. Кейбір заттардың оптикалық қасиеттері бар, мысалы, қарапайым таза кремний күн батареяларын өндіруде қолданылады. Сонымен қатар жарық диодтарды жасау үшін күрделі қосылыстар жартылай өткізгіштің қолданылады. Әсіресе галлий арсенидтері. Жартылай өткізгіш лазерлердің өлшемдері аз және техникалық параметрлері жоғары. Бұл талшықты оптикалық байланыс құралдарын жасауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар дәстүрлі қолданыс аймақтары бар, олар электроникада, мысалы, транзисторлар, тиристорлар, түзеткіштер, диодтар, осының барлықтары жартылай өткізгіштердің пуэн өтпесі негізіне негізделген.